Ұлын емізіп жатқан Дариға айна алдында тұрған гүлге көз тастады. Перзентханадан өзге келіншектер секілді шалқайып шығатын кезде болады екен-ау. Тұңғыш қызында ғана құшағы гүлге толып еді. Кейінгі 4 қызында күйеуі Нұрдос гүл сыйламақ былай тұрсын перзентханаға артынан бармаған. Әртүрлі желеуді себеп етіп, перзентханадан шығарда қарасында көрсетпеген. Міне енді ұлды болғанда күйеуі мұны табанын жерге тегізбей үлпілдетіп үйіне әкелді. Адам өзгеремін десе тез екен ғой. Нұрдос аяқ астынан соншалықты өзгеріп кеткені ме? Кісімсіп сәл нәрсеге ашу шақырып, қабағы үйін-түйін болып жүретін күйеуінің бұл күнде езуі екі құлағында. Көңілді, балаға не керек, не әкелейін деп бір күнде 100 рет хабарласудан жалығатын емес. Қыздары дүниеге келгенде мұндай емес еді. Ауырып жатса да мән бермейтін. Ал қазір жалпақтап жас балаша ұшып қонып жүр. Тек күйеуі ғана емес қой, барлығы тегіс қуанышты. Бауырларынан бастап тамыр таныстарына дейін құттықтауларын жаудырып мәз. Күндейтін абысын ажындардың ғана аузына құм құйылған шығар. Бірақ бұл ұлды болғанда бәрі қуанғаны рас. Әрине шаттанатын, тіпті ат шаптырып той жасайтын үлкен қуаныш қой бұл. Той жасауға Нұрдостың шамасы жетеді. Онысын айтқан еді, бұл құптамады. Неге? Неге енді көппен бірге шаттанып, ел жұртын шақырып, қуанышын бөліспеске? Қуаныш дейсің бе? Әй қайдам. Дариға омырауын еміп жатқан нәрестеге қарап, терең күрсініп алды. Көзінен тырс-тырс тамған тамшы бөпенің бетіне тиіп, онысы тыжырынып қояды. Өзі болса үнсіз егілуде. Айналдындағы қып-қызыл гүлден көз алмаған күйі бір кезде бөпесін омырауынан ажыратып төсегіне жатқызды. Зіл басқан денесін әрең көтеріп орнынан тұрды. Иісі аңқыған гүлді құшырлана бір иіскеп алды да айнадағы келбетіне көзі түсіп кетіп еріксіз мырс етті. Бұл жымиыстың артында не тұрғанын кім білсін? Өзіне ғана естілер-естілмес үнмен күбірлеп, іштегі шерін тарқатқысы келген болар. Жетістің, жеттің арманыңа, ұлды болдың, 9-ың түгенделді. Күйеуің мен ұшпандарыңа ұл туа алатыныңды дәлелдедің. Ал сонымен болды ма? Бар арманың осымен ғана шектелген неткен бейшара едің, Дариға. Не істеп қойдың, а? Ал не өзгерді? Нұрдостың құрдай жорғалағанын көргің келді ме? Көрдің, сонымен, сорлы басым-ай, соры қайнаған сорлы басым деп өзіне өзі сыбырлай үн қатқан Дариға еденге отыра қалып басын тоқпақтай берді. Күйік аралас күлкі мен өзін сыбаған күбірдің арты айқайлап жылауға ұласты. Дауысты естіп үйінде жүрген сіңілісі жүгіріп келіпті. Әпкесінің мына отырысын көріп, көзі шарасынан шыға жаздады. Саған не болды, тыныштық па? Деп жүрелеп отыра қалған ол әпкесін құшақтап алды. Неге жылайсың, не болды? Тыныштық емес қой, Қалима. Неге олай дейсің? Қорқытпашы мені. Дариға, не болды, айтшы? Неге жылайсың? Бәсе біртүрлі болып жүрсің ғой. Сезген едім бірдеңе болғанын. Не болды? 5 қыздан кейін ұл босандың. Бақыттан асып тасудың орнына мұның не? Жездемде қуанып жүр. Бақыттан асып тасып дейсің бе? Менің бар бақытым бір жапырақ еті артық мынау тіршілік иесімен шектеліп қалғаны ма? Жезден қуанып қалыпты ғой. Бәрі соның кесірінен. Жезден кінәлі бәріне. Сонда мен ұл тумасам, жездеңе түк қадірі жоқ біреу болғаным ғой. Мен ұл тумасам, жездең басқа қатын алып кетеді екен. Мен ұл тумасам, 5 қызымен көшеде тентіреп қалады екенмін. Мен ұл тумасам, жездең алқаш болып кетеді екен. Жездең солай айтқан маған. Оның әр айтқан сөздері қазір құлағымда жаңғырып тұр. Жек көремін Нұрдосты да, өзімді де. Ақымақ басым-ай. Не болды саған? Сіңілісі түкке түсінер емес. Ештеңе болған жоқ, сұрама менен не болғанын. Ешкімге айтпаймын, айта алмаймын. Өзіммен бірге көрге алып кетемін ол құпиямды. Сұраушы болма менен, естің бе? Деген Дариға еңіреп жылап отыр. Нанның өзіне тиын санап, әрең беретін жездең енді маған бриллиант әперетін болып қалыпты. Керек еді соның бриллианты. Ұл тумасам, қыздарым мен көшеде тентіреп қалатындай неге қорықтым екен? Ақмақпын ғой. Пытырлатып туа бергенше оқу оқып, жұмысқа неге кіріп алмадым екен?
Жездеңнің қолына қарап телміргенше неге ақша тауып берем бедім, қайда барамын, не істеймін? Қыздарымды бағып қағу жалғыз өзіме оңай емес қой. Мен қорықтым, қыздарымның жағдайын ойладым, мәжбүр болдым. Мені кешіріңдерші, кешірілмес күнәға баттым. Қалай өмір сүремін енді? Қалай жер басып жүремін? Деген Дариға өз еркімен жасаған былығына енді мән бере бастағандай. Сонша егілетіндей не істеп қойдың бауырмай, не болып қалды? Айтып өлтірші не істесең де. Сіңілісі жыларман халде. Не болғанын сұрама, айтпаймын. Басымды кесіп алсаң да айтпаймын. Болды, не болса да көремін енді. Пешенеме жазылғаны осы екен. Бұл тірлікке екі дүниенің бірінде жауап беретін тек өзім ғана. Болған істі мойныммен көтеріп, перзенттерім үшін ары қарай өмір сүруім керек. Бұл сөздері мен қазіргі қалім осы жерде қалсын. Ешкімге тіс жарып айтушы болма, естің бе? Деген Дариға басын көтеріп сіңілісіне қарады. Көздері неткен қорқынышты еді. Өңменінен өтер суық көздер сіңілісін үркітіп жібергендей. Сұраулы жанарын қадаған сіңілісі керешегіне берді. Бір құпиясын іште бүгіп қалса да, әбден шерін тарқатып жылап алған Дариға көз жасын сүртіп, шашын қайта төбесіне түйіп алды. Түк болмағандай бөпесінің қасына келіп, Құдай бере салған өзі, жаным ғой өзі. Алтын баладан айналдым. Қара балам, дара балам, сен болмасаң не істер едім? Папасының қара алтыны, деп сайрай бастады. Не болғанын түсіне алмай, сіңілісі әлі состиып тұр. Қазіргі жағдайды миы қорталатын емес. Ойына нелер келіп, нелер кетпеді десеңші. Не қып тұрсың? Мені енді көрдің бе? Шай қойшы, жақсылап шай ішіп алайық. Деген Дариғаның өмірінде жаңа кезең басталды да кетті. Ұлды болған Нұрдостың жағасы жайлауда. Ұлынан өзге ештеңе көрінбейді көзіне. 5 қызының орны жоғалған. Олардың орнын жалғыз өзі қара бала, дара бала, нәресте Жандос басқан. Қыздарының тұңғышы Жәния алғашқы мүшел жасынан асқан. Кейінгі қыздары да Жәнияны өкшелеп еріп келеді. Ал жеткіншек жасқа жақындап, әлемі құбылып жүрген бұл үйдің тұңғышы тізгін тартардың пайда бола қалғанын қабылдай алмай жүр. Неге? Онсыз да өздері әке мейіріне шөлдеп жүргенде енді мүлдем елеусіз шеттеп қалды. Бәрінен де тұңғыш қызға оңай соқпасы анық. Ұлды болғалы шешесі де біртүрлі өзгеріп кетіпті. Бұрынғыдай емес, көп сөйлемейді. Үнемі ойланып отырады, немесе жамылғысын басына асыра бүркеніп жата береді. Бұрынғыдай бұлардың шашын өріп, тәтті пісіріп бермейді. Өзімен өзі салы суға кетіп, не нәрсеге де енжар кейіп танытып, ештеңеге қызықпай, күнделікті бір тамақтың өзін ілініп салынып жүріп әрең дайындайды. Үйдегі қалған бар шаруаны қыздарына бөліп беріп қойған. Ұлды болған соң дүние тоқтап, немесе болып толып қалғандай еш нәрсеге саусағын қимылдатқысы келмейді. Еш нәрсеге зауқы соқпайды. Тіпті қыздармен әңгімелесу, көңіл бөлу бол үшін бас ауыртар тірлікке айналып бара жатқаны өкінішті. Ал Нұрдос керісінше өз күшіне мініп алған. Ұлды болғалы екі көзі шоқтай жанып, тіріле түскен. Жұмыстан келе салысымен ұлын қолына алады. Өбектеп қолынан түсірмейді. Папалап аяғына оралған кіші қыздарына бұрылып та қарамайды. Бірде ойыншыққа таласып, жылап отырған кенже қызына жекіп, үніңді шығарма, кетші бар басқа бөлмеге, баланы оятасың. Жәния, бергел, не істеп жүрсің? Қарасай шымналарға, деп ақырған. Ыдыс жуып жатқан жерінен жүгіріп келген Жәнияның осы кездегі әкесінің жат, суық көзқарасы өмір бойы жадында сақталса керек. Сүметіл, не істеп жүрсің? Деп тыржия қарап, тісінің арасынан ысылдағаны Жәнияның жанын аяздай қартқаны да рас. Сіңілдеріне дұрыстап қарамаған үшін әкесінен бір ұрыс естіп, ас үйдегі ыдыс аяқ жуылмағаны үшін анасынан тағы таяқ жеп, жалтақ болған Жәнияның жайын ешкім ойламады. Көзіне іркілген жасты көрсетпей, кенже сіңілісін сүйреген бойда әкесі отырған бөлмеден шығып кетті. Сөз сүйектен, таяқ еттен өтер. Әкесінің ызғар шаша жақтырмай қарауы, жекіп сөйлеуі, көзге ілмеуі, жағдайын бір сұрамауы перзент үшін соққыдан ауыр. Өз үйінде өзінің орны жоқ екенін сезіну
бала үшін қасірет емей немене? Сіңілісін бұрышқа отырғызып қойып, кеселерді жууға қайта кіріскен Жәния жеңімен көз жасын сүртіп қояды. Ал арғы бөлмеден әке шешесінің айқайласқан шаң-шұң дауыстары естілуде. Немене, жалғыз сен ұл туғандай ертелі-кеш осылай шалжиып жата бересің бе? Міндет етпе маған, тұр орныңнан. Ауыстыр баланың жөргегін. Деген әкесінің жуан даусын басып озған анасының шаңқылдаған үні неткен ащы еді. Мен ауырып жатырмын, тыныштық беріңдер маған. Күміс қатын күнде ауру, неткен бітпейтін ауру. Бір ұл тудым деп төбеме жаңғақ шағасын ба қайтесің? Тұр орныңнан. Арын демеймін, берін демеймін. Бетіңмен кетіп барасың сен қатын. Бір ұл тудым деп жүрген тұрғаның міндет болу қоймаған. Тек сен емес, басқа қатында ұл туып бере алады, если что. Немене? Құрып кетсе онда сол басқа қатыныңа. Құрып кетші, көрінбеші көзіме. Ұлыңды алда кетші көзіме көрінбей. Тыныштық берші маған. 10 қатынды тудырсаң да маған бәрібір енді. Бір кезде шешесінің шыңғырған даусы естілді. Сірә әкесі жұдырығын жұмсаса керек. Жәния бұрышта тығыла қалған сіңілдерін құшақтаған күйі дірілдеп тұр.